Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Ешқашанда ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген ұғым. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Өмір кеме жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Мақтау қауіпті нәрсе, мақтаудың екі түрі бар. Біріншісі қара ниетті мақтау, екіншісі ақ ниетті мақтау. Жауыңнан бұрын қимылда, жеріңе жамандық келмейді. Еркекке тіс те керек, іс те керек, білек те керек, жүрек те керек. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң досың дағы таныс емес.